Кезектен тыс президент сайлауының алғашқы үміткер анықталды. Бүгін Нұр Отан партиясының кезектен тыс 19-шы съезі барысында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қазіргі президент Қасым-Жомарт Тоқаевты президенттік сайлауға үміткер ретінде ұсынды. Қазақстанның қазіргі басшысы маусым айында өтетін сайлауға Нұр Отан партиясынан президенттікке үміткер болады. Қазақстанымызда тағы да бір тарихи кезең келе жатыр. Яғни 9 маусым күні еліміздің президент сайлау күні өтеді. Осы күнгі мен барша жастарды шақырым келіп отыр. Себебі біз өзіміз дұрыс шешім қабылдап, дауысымызды беру арқылы Қазақстанның болашағын айқындаймыз. Бүгінгі қатарда Қазақстан жалпы әлем деңгейінде жоғары деңгейде деп айтуға болады. Осы бағытты ұстап, одан да жоғарылауға, яғни дұрыс шешім қабылдау керек. Баршаңызды сайлауға шақырамын. Қасым-Жомарт Кемелұлы көп жылдар бойы еліміздің сыртқы істер министрлігін басқарып келген. Оның дипломатиялық тәжірибесіне Біріккен ұлттар ұйымында жоғарғы баға бергенін алға тартқан елбасы оның кандидатурасы ең лайықты деді. Естеріңізге сала кетейік, 2019 жылдың 19 наурызында Қазақстанның алғашқы президенті Нұрсұлтан Назарбаев өз еркімен отставкаға кеткен болатын. Оның орнын сенат төрағасы болған Қасым-Жомарт Тоқаев келген. Қасым-Жомарт Кемелович енді мақтанатын біздің политигіміз, саясатшы. Ол өте өзі салмақты, сөзінде тұратын азамат. Политика дейді ғой, енді көп елді біледі, елде жүретін, сондай өзі көркем кісі. Қазақстан президентін кезектен тыс сайлау 2019 жылдың 9 маусымында өтеді. Бұл тәуелсіз ел тарихындағы 7-ші президент сайлауы. Әсем Айтолла, Азамат Елубаев, Первый Северный.